Шариғатымызда, ислам дінімізде адам баласын сауапқа кенелтетін, жоғарғы дәрежелерге жетелейтін, адамды бақытқа кенелтетін амалдар жетерлік. Солардың бірі ата-анаға құрмет көрсету, ата-аналарымызды қадірлеу, аялау. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде, Құран-ы Кәрімнің Исра сүресінің 23-ші аятында Раббың тек өзіне ғана құлшылық жасауды және де әке-шешеге жақсы қарауды бұйырды деп келтіреді. Алла Тағала осы аяттың жалғасында тіпті ата-анаңа деген сөзді айтпа деп біздерге осы нәрсені не істейді? Бұйырады. Енді ата-ана дегеніміз бұл адам баласының өмірдегі ең қымбат жандарының, ең дүниедегі ең өзіне жақын жандардың бірі болып есептеледі. Сол үшін ата-аналарымызға не істеуіміз керек? Ол кісілерді қадірлеп, аялап, ол кісілердің қызметтерін қылып, жақсы мәміле, көркем мәміле жасауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде барлық күнәлардың жазасы Алла Тағаланың қалауыменен қиямет күніне дейін кешіктірілуі мүмкін. Алайда ата-анасына құрметсіздік қылған адамның жазасы осы дүниеде берілетіндігін сіздермен біздерге баяндаған. Сол үшін Алла Тағала біздерге үлкен нығмет қылып берген ата-аналарымызға жақсы мәміледе болып, ол кісілердің ризалығын алып, және де ол кісілерге көркем мәміле жасап, қызметтерін қылуымыз керек.